Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін бізде курсымыздың 3-ші күні. Бүгін бізде HTML тегтермен танысатын боламыз. Жалпы HTML деген не, соның барлығымен танысатын боламыз. Ең алдымен жаңағы біз Sublime текстімізді ашып алайық. Sublime текстімізді ашайық. Және Sublime текстке ашпас бұрын удалить ете салайын. Бұл қажет емес бізге. Жаңа папка ашамыз. Енді алдыңғы сабақта мен сіздерге расширение файлын барлығын жасап үйреттім. Сондықтан енді HTML файл ашатын боламыз. Бұл жердің барлығын бүгін түсіндіріп жатпайын. Index.html деп жазамыз. Index.html файлымызды создать еттік. Пока бізге CSS, JavaScript керек емес. Бүгін бізде таза HTML, сондықтан біз аштық проектімізді. Және кешегі конструкцияны жасаймыз. Леп белгісін қосамыз да тапты басамыз. Және бізде бұл жаңағы кез келген сайтқа керекті конструкция шығады. Енді осы жермен танысайық. Тег деген не? Тег дегеніміз ол сіз көріп тұрған қызылмен жазылып тұрған нәрселердің барлығы олар тегтер деп аталады. Ең бірінші тег бізде doctype HTML деген тег. Ол бізде не дейтін болсаңыздар, ол жаңағы браузерімізге документтің типін көрсетеді және оның версиясын көрсетеді. Яғни бұл HTML тегі деген HTML файлы деген секілді бір мағына береді. Келесі тег бізде HTML тегі. Осының ішінде бізде lang деген атрибут тұр, және ішінде n деп тұр. N дегеніміз English, яғни ағылшын тілі. Біз осы жерге ru деп жазыламыз. Все, по сути бұл жерде қатты мән мағына жоқ. Енді біздің келесі тегіміз ол head. Мінекей head тегі. Head тегі бұл біздің сайтымыздың, яғни конструкциямыздың басы болып табылады. Енді келесі ретте енді body деп тұр. Body дегеніміз енді денесі. Бұл біздің сайтымыздың. Яғни headтің ішінде біз сайтты жасаған кезде ол жаңағы страницада көрінбейтін ақпарат осы head бөлімінде беріледі. Мысалы, meta деген тег тұр, осының ішінде котировка жазылып тұр, UTF-8 деп басқа нәрселер версиялары бар. Осының ішінде бізде title тұр. Title деген тег, бұл тағы да бір тегтің бірі. Кстати, бұл жерде документ жазылып тұр. Көрейік қазір. Бірінші осы нені ашайық. Google'дан аштық. По сути бізде түкте жоқты, бірақ қараңыздар, атында документ деп жазып тұр. Яғни ол жаңағы жерге тікелей байланысты. Жаңа документтің орнына давайте басқа бірдеңе жазып қояйық. Так. Допустим, frontend деп жазып қояйық. Сохранить етеміз, Ctrl-S-пен и обновляем. Мінекей frontend деген жазу шығып тұр. Демек бізде title осы сайтта шыққанда мінекей осы жердегі сайттың есіміне жауап береді. Так, онымен таныстық. Енді body тегіне келетін болсақ, бізде body тегінде сайтта көрінетін барлық ақпарат жазылады. Яғни ол біздің суреттеріміз, тексттеріміз, ссылкаларымыз, видео, аудиоларымыз, кестелеріміз, таблица барлығы да осы body бөлімінде жазылады. Енді біз өзімізге керекті базовый тегтерден бастайық. Так, неден бастасақ болады? Давайте бәріміз білетін ең алғаш үйренетін тегтердің бірі осы нелер? Заголовктар. Бұл бізде H1, H2, H3, H4, H5 және H6. Яғни бізде HTML-мен берілген 6 түрлі заголовок бар. Енді олардың қандай айырмашылығы бар десеңіздер, қазір сіздерге көрсеткен боламын. Олардың айырмашылығы бар. Бізде мысалы HTML тілінде H1 тегі бір рет беріледі. Ол самый главный заголовок болады. Мысалы бір сайтқа кіресіз, там офер жазылып тұрады, допустим, сіз там бірдеме қалайтын болады. Мысалы бизнес сайттар жазылып тұрады. Қуаныш Шоңбайдың 300 мың теңгелік курсының небәрі 15 мың теңгеге алыңыз деген секілді үлкен текст болып жазылып тұрады. Вот сол нәрсе ол H1-де жазылған. Так, давайте бір сөз жазып қояйық. Тупо сәлем дей салайын. Сәлемді алып, мысалы, коперт етіп үшіде 6 орнаты қойып жайық. Сонда мен сіздерге қазір разницасын көрсетемін.
Так, обновить етеміз. Мінекей, бізде мінекей мынау H1, яғни H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ол біз бұл жерде қараңыздар, осы тек қана осы 6 тегті жазу арқылы біз бұл жерде CSS-сіз-ақ текстімізді стилизовать еттік деуге келеді. Себебі қараңыздар, размерімізді өзгертіп тұрмыз да, тегке байланысты. Бұл бізде қатып қалған қағида. Сондықтан бұл жерде ештеңесін артығымен түсіндіріп қажет емес. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы осы алтауын жаттап алу сіздерге бір қиындық туғыза қоймас деп ойлаймын. Енді келесі нәрсе бізде параграф деп аталады. Так, параграф дегеніміз осы жерде біз какой-то бір текст жазамыз. Мысалы, жазылайын осындай бір текст. Енді уақыт алмау үшін жазылайық. Мінекей текст, мінекей бұл жерде қараңыздар, бізде заголовоктар, яғни аштар жирный немемен жазылса, шрифтпен жазылатын болса, ал мына жердегі біздің пиіміз, яғни параграфымыз қарапайым стилде, қарапайым шрифтпен жазылады. Және де размерді примерно H4 сияқты ма, примерно сондай. Енді қарап отырсақ, қараңыздар, любой текст жазу үшін п-ға салуға болады. Бірақ қараңыздар, мынандай нәрсе бар. Мысалы, біз бүкіл текстті бір жолға жаза бермейміз, дұрыс па? Кейде осылай жазамыз да, бір сөйлем жазамыз, екі сөйлем жазамыз, и бізге астына түсу керек болады. Мысалы, кейде өлең шығаруға болады деген секілді. Осылай мысалы астына жазамыз. Осындай кездер болады да, по-любому. Сохранить етіп, оны нететін болсақ, обновить ететін болсақ, бізде тупо барлығы бір жолда тұрады. Бұл проблеманың да шешімі бар. Қараңыздар, бізге мысалы, мына жерден түсіру керек астыға, мына жерден түсіру керек. Ол үшін де бізде бір тег бар. Ол тег BR деп аталады. Так. Мінекей. Кстати, осы жерде мен айта кететін нәрсе, бағанадан айтуды ұмытып кетіппін. Қараңыздар. HTML тегін алайық. Мінекей. Мына жақта да бар. HTML тегі бар, мінекей head тегі бар, title тегі бар, body тегі бар, аштар бар, p тегі, барлығы да жаңағы екілік тегтер, яғни олардың открывающийся тег бар. Не мәзір, p-да мысалы. Сызық, қалай айтсам болады. Кіші белгісі, p және үлкен белгісі. Анда жақта алдында слэш бар. Каждыйында солай, мысалы HTML-де де солай, body-де де, title-де де бәрінде солай да. Алдында слэш болады, закрывающий алдында. Одинарный тегтер бар. Мысалы мета тегі. Дұрыс па? Қараңыздар, мета тегі жабылмайды. Және br тегі. Осы тегтер де көп негізінде. Қазір алдағы уақытта көріп жатсыздар. Мінекей br тегін қойдық екі жерге. Енді қазір біз обновить етеміз. И вуаля. Біздің текстіміз астына түсті. Біз қалағандай астына түсті. Енді осы жер түсінікті деп ойлаймын. Так, давайте. Бізде қандай тег бар тағы да. B-I-U Del. Так, давайте, мына жерде бізде текст бар какой-то. B деген тег бар. Мінекей B деген тег. Какой-то бір текстті. Осы B-ға салайық. Кстати, мен сіздерге алдыңғы сабақта айтқанмын, сондай бір не шығып отырады, реклама сияқты, типа, сен типа платный версияны сатып алуыңа болады қазір деген секілді. Отмена десеңдер, ол туғанға шықпайды. Анда-санда шығып тұрады осылай. Сондай-ақ I деген тег бар. Оған да бір тексттің бір бөлігін салып қойдық. Так, көтті. Үшіге салып қояйық. Тағы да бізде U деген тег бар. U. Давайте осы үшеуін көрейік пока. B тегі, I тегі және U тегі. Оның қандай айырмашылығы? Опа. Енді сіздер біреуіңіз байқаса, біреуіңіз байқамайсыздар. B тегі бізде текстімізді жирный қылды. Яғни тупо қараңыздар. Бізде общий текст бар. Жай жаза салдым. Общий тексттен аламыз, мысалы бір сөзді, белгілі бір сөзді, мысалы. Там бір сөйлем болады. Реал Мадрид выиграл Лигу чемпионов деген сияқты. Лигу чемпионов деген мысалы жирный белгілі қоюға болады. Осы B тегіне салу арқылы. I тегі көрейік, қазір бізде неге жауап береді? Мінекей, ол бізде курсивке жауап береді. Мына жерде мысалы белгілі бір сөз курсив түрінде жазылып бекіліп қалды. Және мына жерде байқайтын болсақ, келесі бізде U тегі бізде астынан сызық болатын. Енді бәріміз Microsoft Wordпен жұмыс жасаңыздар деп ойлаймын. Сол жерде үстіне жауап тұрады ғой, Ж, К и, по-моему, П деп тұра ма, Ч деп тұра ма, ұмытып қалдым.
астына сызық болады, короче, подчеркнутый. Так, тағы да мына жерде бізде del деген нәрсе бар екен. Қазір көрейік оның не екенін. Сіздерге көрсететін боламын. Del деген тек. Бұл енді осы тек бұл осыларға ұқсайды. Сондықтан сіз көресіздер. Мінекей зачеркнутый дейді ғой. Мысалы, сіз какой-то магазин сайтын жасап жатырсыз, и анда скидка болады. Мысалы, там, допустим, MacBook алайық. MacBook, мысалы, бағасы, негізгі бағасы деп тұрады, 129 мың дейді да, и сіз оны осылай сызып тастайсыз. И жанына жазып қойасыз, там 689 мың деген секілді. Вот сондай нәрсе үшін керек маған, мысалы, зачеркнутый деген секілді нәрсе. Так, осы нәрсемен кішкене түсінік деп ойлаймын. Ары қарай барайық. Келесі деп бізде, так, давайте жеңілмен көрейік. IMG. IMG деген image деген сөзді білдіреді, яғни ол бізде сурет, фото. Және IMG-ның ішінде бізде екі атрибут бар. Тегтің ішінде атрибут бар. Кстати, мен сіздерге атрибут деген нәрсені айтпадым. Енді басында ғана түсінген болсаңыздар, length деген, мысалы, HTML-ның ішінде, ол бізде атрибут. Және тең деп тырнақшаның ішінде жазылып тұрған нәрсе, мысалы, жасыл болып тұрған, ол бізде атрибуттың значениясы. Мінекей charset атрибут, UTF-8 значение. Name атрибут, viewport значение. Дәл осы жақта image-ның ішінде src деген бізде атрибут бар. Және осы тырнақшаның ішіне біз значениесін жазу керекпіз. src деген неме? Бұл source деген сөз. Бізге по сути мына жерде фотоны таңда деп тұр да, қай жерден аласың деген секілді. Давайте біз какой-то картинка жазсақ. Условно какой-то картинканы аламыз қазір. Давайте мен алайық. Аласыздар, скачать саласыздар, картинка скачать ету сіздерге қиындық тудыра қоймайтын шығар. Рабочий стол, новая папка. Начнем, кстати, папка ашу керек бізге. Так, да, давайте пока сохраним. Сохранить еттік. Енді біздің папкамызға қарайық. Осы жерден бізге негізінде папка ашу керек. IMG деген. Алғашқыда ашқан жоқпыз. Енді қазір ашамыз. IMG деген папка аштық. Енді папканың ішіне жаңағы сурет саламыз. Міне осындай сурет. Атын кішкене өзгертіп қояйық, потому что барлығын жазып отырып, ертең шығып тұрсады қазір. Давайте переименовать. Тупо sky дизлайк. sky.jpg. Копировать аламыз атын. Біз кірдік саблаймызға. Енді осы жерге жазамыз. IMG дейміз. Бірінші еткен кезде ең алғашқы, мысалы, source, яғни src бізде HTML файл қай жерде жатыр, сол жерді алады. Яғни ол жерде ең алғашқы сәтінде слэш қойып қажет емес. Мысалы, IMG деп жаздық. IMG деген бізде папка. Егер файлымыз, фотомыз осы жерде жататын болса, сразу фотоның атын жазамыз. А бізде папка керек та, и папкадан кейін слэш қоямыз, потому что папканың ішіне кіру керек. Сол үшін слэш жазамыз и фотоның атын жазамыз. Давайте тексерейік, біздің фотомыз шықты ма, шыққан жоқ па. И вот, бізде фотомыз шықты. Енді сайт жасауда енді көбінесе бізге визуальный нәрсе керек, сондықтан осы фотоның шыққанның өзі бір результаттың бір нәтиженің бір көрінісі секілді көрінеді, өзім үшін приятный нәрсе. Alt деген бізге мысалы мынандай нәрсе бар, мысалы мынашеге жазып қоясыз. Давайте неба деп қояйық. Бұл по сути көрінбейтін нәрсе. Нормально істеп тұрған кезде көрінбейді. Мен көрейік. Ал мына жетеміз, түкте көрінбейді. Яғни мына жерде, допустим, мына жерге бір тығып жібереміз. Қате кетіп қалады, мысалы. Фотоның атында қате кетіп қалады дейік. Ал мына жетеміз, мінекей неба деп шығып тұр да. Alt деген осындай нәрсе. Оны тоже жазып қою керек, потому что фото істемей қалса, біз не екенін білмей қаламыз да. Так что ол да бір маңызды нәрсе. Негізінде, по сути, маңызы жоқ нәрсе жоқ. Давайте ары қарай. Так, бізде список деген нәрсе бар. Список деген мысалы, егер сіз, допустим, журнал жасап жатсаңыз, мектепке или универге жасап жатсаңыз, мысалы, там группаның классын журналы болуы мүмкін.
яғни ол жерде мысалы 24 оқушы бар. Бізге нумерованный список керек, нумерованный список бар, маркированный список бар бізде. Мінекей all деген нумерованный список, ал all деген бізде маркированный список. Списокте бұл жерде мына жерге ішіне жай жаза салуға келмейді. Сондықтан бұл бастапқы конструкция. Оның ішінде ли деген не бар, тег бар. Каждый лидің ішінде мысалы біреудің аты жазылып тұрады. Допустим, давайте не жазсақ болады. Қазақша жазайық. Мысалы алмас. Осындайдан мысалы біз нумерованный жасап жатырмыз. Бір төртеу жасайық. Төртке напар керек та бізге. Мысалы арман дейміз. Айдос деп жазды мысалға. Арнұр. Давайте көрейік қандай список шықты бізде. Вот бізде нумерованный список шықты. 1, 2, 3, 4. Біз бұл сандарды жазған жоқпыз. Біз тек қана керекті тегті қолдадық. Понимаете, осының өзі бізге жұмысты жеңілдетеді, потому что егер сіз осы тегті қолдана білмесеңіз, сіз санды жазудың өзіне қаншама уақытыңыз кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан осындай нәрсе ойластырылған. Енді давайте тура осы нәрсені, осы есімдерді лимен бірге маркированный спискқа қойып. Маркер дегенде білетін шығарсыздар, бәрі таныс, қазір көресіздер. Тағы да түсінбей жатсаңыздар, давайте обновляем. И вот, қараңыздар, маркированный список. Енді мынандай бір қап-қара точка қой, үшін маркер деген. Солай жасалады. Енді қараңыздар, кез келген список жасаған кезде, мысалы all болсын, ul болсын, бізде каждый есімнің, мысалы спискте каждый элемент бар ғой, соның каждыйы ли деген тегке жазылуды ұмытпаңыздар. Потому что бұл реально өте маңызды нәрсе де. Онсыз жазсаңыздар бәрі бұл жолға кетіп қалады. Басқаша конструкция шығып кетеді. Сондықтан каждый нәрсе бұл жерде маңызды. Каждый элемент, каждый әріптің өзі бұл жерде код жазуда өте маңызды. Қараңыздаршы, мысалы мен үшін маған неге сабан текст ұнайды. Мысалы маған осындай стиль ұнайды да. Мысалы мына жерде темный стиль, мына жерде мысалы цветтердің бәрі әртүрлі бөлінген, мысалы тег бойынша, атрибут бойынша, значениясы бойынша. Мына жақтан папкаларды ашып қойған. Енді мен ашқан жоқпын қазір, пока что. Бұл проект болған кезде ашып қойған, өте негізінде былайша айтқанда удобно.